Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай керемет синабондарды жасайтын боламыз. Әрине үй жағдайында үйдегі бар заттарымызбен жасалады. Және де бұл синабонның ерекшелігі ағзамызға ешқандай да зияны жоқ, табиғи ашытқымызбен дайындалатын болады. Яғни құрамында ешқандай дрожж жоқ. Өте жеңіл, өте пайдалы синабондар жасайтын боламыз. Ал енді мен сіздерге көп созбай рецептімді бастайын. Мынау менің табиғи ашытқым, бұл менің жүрегім десем де болады. Бұл ішін толған тірі бактериялар. Біз осымен үй жағдайында қалаған нандарымызды ашытып жей алатын боламыз. Ендеше біз қазір синабонымыздың рецептін бастайтын боламыз. Бізге осындай салқын сүт керек болады. Мен сіздерге толық рецепті астына қалдырып кететін боламын. Біздің закваскамыз ыстықты ұнатпайды, сол себепті де закваскамен қолданылатын рецепттердің барлығына салқындықты пайдаланатын боламыз. Үстіне бір жұмыртқа және де қантымызды саламыз. Оның үстіне сары майымызды салдық. Менде мына жерде топленое масло. Ал енді достар, біз майымызды салып болғаннан кейін үстіне мына тұрған дайын табиғи ашытқымызды саламыз. Бұл ашытқы бізде дрожждың орнына барлық нандарға қолданыла береді. Ал енді достар, неге мен бұл жерде дайын ашытқыны пайдаланамыз деп айттым? Егер де біздің мынау табиғи ашытқымыз дайын болмаса, біздің мынау жасап жатқан нанымыз да көтерілмейді. Сол үшін бізде нанымыз көтерілу үшін ашытқымыз активный және де нанымызға илеу үшін өте дайын болу керек. Егер де сіздерде осындай табиғи ашытқы бар болатын болса, қолдарыңызда сіздер оны міндетті түрде білесіздер, қалай дайын ашытқыны пайдалану керектігін. Ал егер де жоқ болатын болса, мен сіздерге өзімнің инстакаунтымда бөлісетін боламын. Егер де достар, сіздердің қолдарыңызда осындай табиғи ашытқы жоқ болатын болса, немесе қалай пайдалану керегін білмейтін болсаңыздар, мен сіздерге өзімнің инстакаунтымды қалдырып кетемін, сонда бөлісетін боламын. Міндетті түрде жазылып, ішіне өтіп қарап көрсеңіздер болады. Енді достар, дайын сүтімізге табиғи ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, осының үстіне ұнымызды салатын боламыз. Мен сіздерге астына барлық мөлшерлерін қалдырып кететін боламын. Ұнымызды салып болғаннан кейін жақсылап жұмсақ етіп қамыр илетін боламыз. Енді бұл жерде бір айта кететін жайт достар, ұндарыңыздың барлығын бірден сала салуға болмайды, себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі. Қамырымызды илей отыра үстінен жәймендеп салып отырып қамырымызды жұмсақ етіп илеп алатын боламыз. Енді осы дайындаған қамырымызды бетін жауып бөлме температурасына 30 минутқа аутолизге қоятын боламыз. Аутолиз деген бізде құрамын ішіндегі ұн, су барлығының құрамы бірігу процесті аутолиз деп атаймыз. Мінекей достар, бетін жаптық, енді 30 минутқа қалдыратын боламыз. Ал достар, бізде 30 минут өтті. Аутолизден кейін қамырымыздың құрамы жақсы біріккен. Сіздерге қазір көрсетемін. Осындай созылғыш болып келеді құрамы біріккен қамырдың. Енді осы қамырымызды ыдысымыздан түсіріп аламыз дағыны ұрғылау процесін жүргізетін боламыз. Осылай қолмен ұрғыласаңыздар да болады, немесе қолмен бұрынғы аналарымыз секілді осылайна қайырып илесеңіздер де болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасап қойсаңыздар болады. Мінекей достар, қамырымызды илеп, ыдысымызды жақсылап жуып, астын майлап қойсаңыздар да болады. Және де 1 сағатқа қалдырамыз қамырымыз көтерілгенше, сол аралықта начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына бізде қант салатын боламыз, 80 грамм. Және де осы қанттың үстіне корица, ұнтақталған корицадан 3 шай қасық салып араластыратын боламыз барлығын. Ал енді достар, біздің қамырымызда 1 сағат тұрып, кішкене көтерілді. Енді осыны ыдысымыздан түсіріп аламыз дағыны, оқтаудың көмегімен жақсылап жайып алатын боламыз. Оны сеуіп жайсаңыздар да болады, немесе сеппей мен секілді осылай жайсаңыздар да болады. Қамырымызды домалақ етіп жайып болып, үстіне осындай тазартылған майымызды жағып шығатын боламыз. Сіздер кез келген үйдегі бар майларыңызды қолдана берсеңіздер болады. Осылай барлығын жаямыз. Қолдың көмегімен жайып шыққан өте ыңғайлы, барлық жеріне жақсылап жайылатын болады.
Енді достар, осының үстіне алдын ала дайындап қойған корица қосылған начинкамызды салып, ішіне барлық жеріне жеткізіп, осылайынан салып шығатын боламыз. Қолымыздың көмегімен жаймендеп бір шетінен бастап осылай рулет секілді ораймыз барлығын. Осындай оралған қамырымызды жіптің көмегімен осылай доп-домалақ етіп кесіп алатын боламыз. Жіпті пайдалансақ, синабондарымыз әп-әдемі болып бөлінетін болады. Ал енді достар, дайын болған синабондарымызды осындай кез келген листтарыңызға салып, астын міндетті түрде майлаймыз, немесе пергамент бумага салып қойсаңыздар да болады. Осылайынан жақсылап орналастыратын боламыз. Араларын кішкене алшақтау орналастырыңыздар, себебі көтерілу процесіне қойған кезде бізде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Ал мен осылай екі бөлек листке бөліп салдым дағыны, бетін осылайынан жауып, бөлме температурасына 2 сағатқа көтерілу процеске қоятын боламыз. Енді достар, көтерілген синабондарымызды қызып тұрған пешімізге 180-200 градуста 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз, әркім өзінің газының қызуына қарай. Ал біз мұнда синабондарымыз пісіп шыққанша бетіне жағатын кремін дайындайтын боламыз. Менде осындай 35%-ық сливки 50 граммдайын құйып алатын боламыз. Осының үстіне сахарный пудра немесе қант салсаңыздар да болады. Және де осындай ерекше дәм беріп тұру үшін творожный сыр пайдаланатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз осылайынан миксердің көмегімен. Енді достар, дайын болған синабондарымыздың үстіне кремімізді жағып шығатын боламыз. Кремді жақпас бұрын біздің синабондарымыз міндетті түрде суыған болуы қажет. Мінекей достар, менің синабондарым өте жұмсақ, дәмі ауызда ериді. Міндетті түрде сіздерге де кеңес беремін жасап көруге. Мінекей достар, біздің видео рецептімізде аяқталды. Менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға көп рахмет. Сіздер де үй жағдайында осындай керемет, пайдалы синабондарын міндетті түрде жасап көруге мен сіздерге кеңес беремін. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет, пайдалы рецепттермен кездескенше қоштасамын. Егер де мен видео рецептім ұнап жатса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер достар.